Did they arrest? Енді мұндағы 4 есімдіктің қайсы бұл жерге дұрыс жауап болуы тиіс? Which, whom, whose, не болмаса who. Жалпы қараңыздар, did they arrest? Олар қамады деген сөз, олар кімді қамады деген мағынаны білдіру керек мына жерде. Кімді? Енді бұл жерде кімді деген мағынаны білдіретін есімдік бұл әлбетте whom. В нұсқасы дұрыс жауап болып табылады. Енді бұндай сұрақтар келген кезде бұларды қалай ажыратуға болады? Соған тоқталып өтейін. Бұл да тесттің техникасы деп айтуға болады. Бірінші, егер сөйлемдегі жауап, мысалы, I arrested him болатын болса, не болмаса I arrested her болатын болса, онда whom did they arrest деуіңіз керек. Ал егер I arrested he болатын болса жауап, he, жауап he, не болмаса she деген секілді. Онда сәйкесінше мұндағы алдындағы есімдік who, не болмаса what болу тиіс болады. Сондықтан да бізде мына жерде дұрыс жауап I arrested him болғандықтан дұрыс жауап бізде в нұсқасы. Жақсы. Екінші сұрақ. Give the antonym of the word to begin. To begin сөзінің антонимін табыңыз дейді. To begin бастау деген мағынаны білдіреді. To stop аяқтау нұсқасы. Ал ары қарай қалған сөздерге қандай мағынаны береді? Бұл сіздердің жалпы сөз қорларыңызды арттыруға өте пайдалы. Reply дегеніміз бұл жауап беру. Мысалы, to reply your comment, комментарийға жауап беру деген сөз. To commence. Commence дегеніміз бұл да to begin сөзінің синонимі. Мүмкін сізге ұлттық бірыңғай осы магистратура тестіне келуі мүмкін сұрақта. Give the synonym of the word to begin де. Уже синоним бұл жерде to commence сөзі. To commence дегеніміз бұл қандай да бір нәрсені бастау деген сөз. Мысалы, we will commence building work in August of next year. Біз үй тұрғызу жұмыстарын келесі жылдың тамыз айында бастаймыз деген сөз. We will commence, яғни бастау. Ал ең соңғысы to access. Бұл доступ алу деген сөз. Мысалы, мен сіздерге курсқа айтадым ғой. Курсқа доступ алу үшін осы номерге төлем жасаңыз деп сіздерге сообщение жазған болатын. Демек, доступ алу to get access. Не болмаса жай ғана to access болу тиіс. Жақсы. Келесі үшінші сұрақ бізде to make pancakes, you need eggs. Енді мұндағы A, V, C, D нұсқа. Енді қарасаңыздар, мұнда eggs дегеніміз бұл бізде саналатын зат есім, milk саналмайтын зат есім, және flour бұл да бізде саналмайтын зат есім. Енді мұнда бір кілт сөз бар. A few деген сөз. A few деген сөз бұл тек саналатын зат есімдерге ғана қолданылады. Демек, мұндағы milk не болмаса flour деген сөздің алдында қайсында a few келіп тұр. Few келіп тұрған нұсқаларын бәрсіз бастаймыз. Қараңыздар, мұнда a few eggs деп айталамыз, бірақ a few milk деп айталмайды екенбіз, нұсқасын сіз бастаймыз. A few flour деп те айта алмаймыз. Ары қарай. Так, a few milk деп те мұнда D нұсқасында айта алмаймыз. Міне, сонда бізде дұрыс жауап бізде болады екен. Тек қана a few eggs, a lot of milk and some flour. Жалпы a lot of және some деген бұл бұл quantifier дейді ағылшын тілінде. Quantifier дегеніміз бұл мөлшерді білдіретін сөздер. Яғни бұл сөздер саналатын да, саналмайтын да зат есімдердің алдында қатар қолданыла береді. Ал мұнда a few деген сөзге назар аудару арқылы біздер дұрыс емес жауаптарды сіз бастап, дұрыс жауапты осылай таба алуымызға болады екен. Тағы сондай-ақ ескеретін жайт, мысалы, ағылшындарда some eggs деп те айтуға болады, және a lot of eggs деп те айтуға болады. Егер a few eggs деп те айтуға болады. Егер a few eggs дейтін болсаңыздар, онда ол жарылмаған кәдімгі дүкендегі жұмыртқа болады. Ал егер some eggs болатын болса, онда ол қуырылған жұмыртқа деген сөз. Ағылшындардың негізі тілі өте қызық. Орыстарда айтады ғой, яичница. Сол бізде some eggs. Мысалы, I made you some eggs. Көрдіңіздер ме? Some дегеніміз бұл қатарынан саналатын да,
саналмайтын датив есімдердің алдында қолданыла береді. Мысалы, there is some floor. Жалпы floor дегеніміз бұл on деген сөз. On саналмайтын зат есім. Оған қарамастан, оның алдында біздер some сөзін қолданып тұрмыз. Жақсы. Келесі бізде 4-ші сұрақ. 80th floor. 80-ші қабат дегеннің дұрыс жазылуы. Жалпы ереже бойынша 80 деген бірі. 80 одан кейін бар оған th жалғануы тиіс. Егер 80-ға th жалғанатын болса, қараңыздар. Мұндағы y түсуі керек. Y әріпі түсіп, одан кейін I жалғанады, одан кейін барып I жалғанады, одан кейін барып th жалғанады. Сонда 80th, олай болса қайсы бізде дұрыс? 80th сын нұсқасы дұрыс жауап болып табылады. Яғни бұл бізде сан есімдердің дұрыс жазылу ережесі. 5-ші сұрақ. Find the sentence in the subjunctive mood. Жалпы subjunctive mood дегеніміз бұл қалау рай қазақ тіліндегі. Subjunctive moodты алдыңғы нұсқатаулы сабақтарында айтқан болатын бе? If only не болмаса I wish болса, онда оны бірден subjunctive mood ретінде алып қарастыруымызға болады. Олай болса, қараймыз, if only бізде д нұсқасында, д нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады. Жалпы бұл сөйлемнің аудармасы қалай аударылады қазақ тіліне? Оған да тоқталып өтейін. If only I could go home. Үйге бара алғанымда ғой. Көрдіңіздер ме? Яғни ғой адамның қалауын білдіреді. Сын нұсқасын қарайық. He lives most of the year in Spain but returns regularly to visit his ailing mother. Енді не деген сөз? Мынау бізде қарапайым indicative mood, бұл ашық рай. We must go to the bank today. Бұл да қарапайым indicative moodтағы ашық райдағы сөйлем. Show your work on math test. Бұл уже бізде бұйрық рай. Бұйрық райды ағылшын тілінде imperative mood деп атайды. Жақсы. Келесі 6-шы сұрақ. I think this is the best museum you can find in the town. Енді менің ойымша бұл сенің қаладағы табылатын ең жақсы музей деген сөз, ең керемет музей, ең күшті музей деген сөз. Енді бұл жерде whose, that, who, what. Қайсы бұл жерде екі сөйлемді байланыстыратын clause болып табылады. Жалпы clause деген бар, бірінші сөйлем мен екінші сөйлемді байланыстыратын байланыстырушы сөз. Енді естеріңізде болсын, даже егер бұл жерде сіз нақты қайсы екендігін білмесеңіз де, мұнда museum деген сөзге назар аударыңыз. Museum бұл бізде жаны жоқ. Бұл хешиеттегі it болып табылады. Енді жаны жоқ зат есімдерге біздер who деп айта алмаймыз. Сондықтан да мұнда whose және who деген нұсқаларды сызып тастаймыз. Сонда бізде в не болмаса д нұсқасын белгілеуіміз керек болады. Жалпы бұл жерде дұрыс жауап бізде в нұсқасы болуы тиіс. That деген. I think this is the best museum that you can find in the town. What деген не деген мағынаны білдіретін бұл есімдік екі сөйлемді байланыстыра алмайды бұл жерде. Сондықтан дұрыс жауап тек бізде в нұсқасы. 7-ші сұрақ. The normal working week is Monday, Saturday. Яғни нормал қалыпты жұмыс күндері қай дүйсенбіден сенбіге дейін деген сөз. Яғни бір жерден екіншіге дейін. Бұл ағылшын тілінде әбден орны қалыптасқан from to болуы тиіс. From Monday to Saturday. Дүйсенбіден сенбіге дейін. From дегеніміз қандай да бір жерден, to дегеніміз қандай да бір жерге дейін. Мысалы, Шымкенттен Алматыға дейін деп айтатын болсаңыздар, from Шымкент to Алматы болуы тиіс. Көрдіңіздер ме? Яғни бір жерден екінші жерге дейін деген әбден орны қалыптасқан демеуліктер бұл from, одан кейін to болуы тиіс. Окей? Нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады. Кеттік 8-ші сұрақ. The film wasn't very good. I eat much. Қараймыз. The film wasn't very good. Яғни бұл past simple'дағы сөз. Сөйлем болып тұр. Демек, екінші сөйлемде бізде past simple'да болуы тиіс. Past simple'дың болымсыз түрінің жасалу жолы қалай? Соған тоқталайық. Қараңыздар. He worked болса, болымды сөйлем. Болымсыз сөйлемде did not екеуі келу керек. Яғни did көмекші етістігі
одан кейін not болымсыз мағынаны беруші